Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Дара KZ. Бүгін осындай 8 наурызға арналған открытка жасауды көрсететін боламын. Ол үшін каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Бізге осындай түрлі түсті қағаздар, қарындаш және желім, қайшы қажет. Ең алдымен қағазымызды бір-біріне айқастырып бүктеп аламыз. Яғни бұл біздің открыткамыз болады. Үстінен осылай бастырып шығамыз. Басқа формада әдемі болу үшін осылай бастырып шығып, сол жерді қиып аламыз. Міне бізде осындай открытка болады. Енді осындай қағазымызды алып, үшке бөліп қиып аламыз. Бөлінген қағаздың біреуін бір-біріне осылай бір формада бүктеп шығамыз. Енді тюльпан гүлімізді бастырып, үстінен жақсылап сурет салып аламыз. Мен тюльпан гүлді интернеттен қарап салып алдым және осылай бастырып алдым. Содан кейін қайшымен қиып аламыз барлығын. Бізде осындай гүлшелер шығады тюльпаннан. Бір-біріне айқастырамыз әрқайсысын. Міне бүктеп алдық бір-біріне қаратып. Енді осындай 3 тюльпанның жаңа күлшелерін аламыз да бір-біріне желіммен жабыстырамыз. Күлше деп айтама, дұрыс айтпай отқан шығар, мүмкін кешірім сұраймын. Күлше деген ыңғайлы болып тұр. Осылай бір-біріне желіммен жабыстырамыз 3 күлшесін. Екіншісін жабыстырдым, енді үшіншісін жабыстырамын. Міне бізде дайын. Енді басқа түстегі күлшелерді дәл осылай біріншісіне екіншісін жабыстырамыз, екеуіне үшінші күлшені жабыстырамыз. Міне бізде тюльпан гүл дап-дайын. Осындай әдемі болып шығады. Қараңыздар. Енді сабағын қиып аламыз осылай жасыл түстен. Және осындай ленточка әдемілік үшін суретін салып қиып алдым. Енді открыткамыздың үстіне осы 3 тюльпанымызды жабыстырып шығамыз. Сіздер басқа түстен жасауларыңызға да болады. Міне осылай. Енді жаңағы жасыл түстегі сабақтарын жабыстырып шығамыз. Жаңағы ленточкамызды осылай сабағының үстіне қойып шықтым. Және осылай 8 наурыз деп жазуларыңызға болады. Фломастермен жазған әдемі көрінеді. Мен қызыл қаламмен жаздым. Астындағы артық сабақты қиып аласыздар. 8 наурыз деп жазып, открытканың ішіне өздеріңіздің қалаған тілектеріңізді басқаларында жазуға болады. Міне артық жерін қиып алдым сабағының. Міне бізде осындай әдемі открытка дайын. Ішіне сурет жабыстыруға болады, басқа да жазулар жазуға болады. Пайдаларыңызға жарап жатса, мен қуаныштымын. Сіздермен болған Дара KZ. Назарларыңызға рахмет. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келе жатқан мейрамдарыңызбен.